Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, өте керемет болып шығатын сүтті құс тортын, яғни молочный девочка тортын жасайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне 1 банка сгущенкамызды құйып, жақсылап миксермен араластыратын боламыз. 1,5 банка қоссаңыздар да болады, сол кезде тортыңыз одан үлкен болып шығады, немесе мен сияқты 1 банка қоссаңыздар да болады. Енді оның үстіне електен өткізіп ұн, оның ішіне 1 қасық қопсытқыш саламыз да електің ішінде араластырып алатын боламыз. Содан соң оны массамызға толығымен қосып жіберетін боламыз. Содан соң миксермен барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай мінекей осындай болып шығу керек. Енді мына жерде мен пергаментімді қиып дайындап алдым. Енді оны торттың формасына осылай жасап алатын боламын. Сол кезде менің пергаментім дайын болып шығады, немесе қарындаштың көмегімен сызып алсаңыздар да болады. Енді оған массамызды құямыз. Осылай менде 4 қасық салдым. Мінекей барлығы дайын болды. Енді оны 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Қарап қоямыз, өте тез піседі. Енді осылай торттың формасымен мен айналасын түзеу етіп шығатын боламын. Келесі кезекте кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 33% кілегейді жақсылап миксермен араластырып аламыз. Кішкене қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын саламын, оны да жақсылап араластырып аламын. Содан соң творожный сырды салып, оны да жақсылап араластырып алатын боламын. Мінекей осындай болып шығу керек. Енді осы торттың формасын түзеу болып шығу үшін мен осылай формада жинайтын боламын. Алдымен коржымызды саламыз, содан соң кремімізді жағып, тағы да осылай коржымызды саламыз. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Корж, содан соң крем, осылай барлығын жасап шығатын боламын. Енді мен крошке жасайтын боламын, оны айналасына жабыстыру үшін. Ол үшін тоже бөлме температурасындағы сары майға қант ұнтағын салып, содан соң жұмыртқаның ақ уызын салып, миксермен жақсылап араластырып алатын боламын. Содан соң ұнымызды салып, електен өткізіп, тағы да осылай миксермен араластырып алатын боламыз. Содан соң осылай пергаментімізге салып, штапельдің көмегімен жып-жылқай етіп шығатын боламын, оны да жақсылап пісіріп алатын боламын. Тоңазытқыштан тортымызды шығардық, жаңағы крошкемізді салафанда мен езіп алдым. Енді оны осылай айналасына барлығына жабыстырып шығатын боламын. Содан соң қалған креміммен бетіне әсемдік ретінде гүл салып шығатын боламын. Және осылай қалдырып қойсаңыздар да болады, немесе мен сияқты түрлі жеміс жидектер қойып шықсаңыздар болады. Мен құлпынайды қойып шықтым, осылай әдемілік ретінде. Сонымен біздің тортымыз дайын болды. Енді оны тоңазытқышқа салқындатып, кремі сіңу үшін қойып қоятын боламыз. Кремі қатқаннан кейін, мінекей сіздерге ішін бөліп көрсететін боламын. Мінекей видеода көрсетіліп тұрғандай, торттың іші өте керемет болып шықты. Қазір бірге дәмін көретін боламыз. Дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Көргендеріңізге рахмет.